Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге хит пирогтардың бірі қазіргі таңдағы морковный пирогтың рецебін ұсынатын боламын. Видеодағы көріп тұрғандарыңыздай бізге осындай құрамдар қажет. Алдымен сәбізді, ұнды, 2 жұмыртқаны, корица, тұз, разрыхитель соданы, сұйық майымызды және шекерімізді, үстіне грецкий орегімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Күрекшенің көмегімен және миксердің көмегімен қоюланғанша, бір масса болғанша араластырып аламыз. Міне осындай масса шығады. Енді осы массаны қоя тұрамыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге творожный сыр керек, шекер керек, кукурузный крахмал керек және бір жұмыртқа керек. Осының барлығын жақсылап қою масса болғанша миксерлеп аламын. Барлық құрамын мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Кремді дайындап болғаннан кейін одноразовый мешокқа салып, басын кішкене қылып қиып аламын. Міне креміміз дайын. Енді табамызға орналастырамыз. Алдымен жарты құйманы салып, тегістеп шығамыз. Тегістеп жайып болғаннан кейін үстіне кремді айналдыра жағамыз. Осылай тегістеп шықтық. Енді кремді ортасынан бастап осылай айналдырып жағамыз. Шетіне қатты шығармай қоюға болады. Енді құйманың жартысын осының үстіне құямыз. Үстіне құйып, оны да бір тегіс етіп, үстін жауып тұратындай, кремнің үстін жауып тұратындай етіп құйып шығамыз. Тегістейміз. Күрекшенің көмегімен, қасықтың көмегімен де жасауға болады. Дайындап болғаннан кейін 170 градусқа 50 минутқа қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне менің пирогым дайын. Дәмі өте керемет. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.